Это судьба. Сол бір ғажап сезімдесің де сақта, енді ол күндер қалса да алшақта. Дегенмен менің ұмытқым келмейді. Есіңе сақта, есіңе сақта. Қазір тым бөлек біз жандар болсақ та, әлі де іздеймін өзіңді бірақ та. Сол бір сезім ешкімге дес бермейді. Есіңде сақта, есте сақта бәрінде. Итак, барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгін Нұртастың үйіндеміз. Привет, YouTube, привет всем. Если тамақ жатсаңыздар, ас болсын. Короче, бұл влог продолжается. Россия в криминал дейтін GTA ойнайын деп жатыр. Ана мышка істемей ма сонда? Ұрыс қалған ба? Чисто былай қойған мыналармен ғана ойнайды екен. Негізі влогтар осы уақытқа дейін түсірген влогтарда бөлек, мынау деген 3-4 сөз қайталай беріп, бүкіл влогымды көрсем такой. Сіздерге вообще скучно емес па? Комментарийға жазып кетіңіздер. Мынандай арнат, мына жерің дұрыс, мына жерің дұрыс емес деп. Кеше, короче, дворецтің артында футбол ойнағанбыз. Дұрыс ойын болмады ше. Өзіміз бір для кайфа жүрдік те, туда-сюда жүгіріп, для себя ше. Баламыздың оқыс ударынан аяғында сука дейді, қалай ұқтай беремін сонда. В общем, кіруге болмайды екен. Аяғын салдыртып қойып, кәдімгідей мықты жағдай жасап тастаған. Аяғын салдыртып. Бля, потолок. Балалар, мынадан кейін шетел метел не надо. Маған стабилизатор бар ғой, потолок бар. Енді лақ кетіп отыр ғой. Үкі сияқты бола ма деп едім. Бүйтіп ровно тұрды, бүйтіп айналдыра берем ба деп ойлағанмын былайша. Балдар, мынадан кейін бөлек екен. Мына астына пистолет сияқты ататын немен екен. В общем, 51 мыңға стабилизатор алған ғой. Бөлек екен. Мына ұшаймын. Басайын ба? Өз орнына кет. Короче, Астанадан Қарағандыдан пойызға кешіп қалған жабыр баламыз. Соны күтіп алғанымыз сәл бар енді. Балалармен, тамырлармен. Сәлем, достар. Мен бүгін Астанадан келдім. 2 жарым боқалды. 2 жарымда күтіп алдым. Что-то ше бір 2 күн болды влог түсіруді ұмытып кеттім. Қайда түсіруді ұмытып кетіп отырмын. Соңғы кезде өзімше басқа контент бастаймын ғой деген бір басқа нәрсеге фокус қойып жүргенбіз ғой. Короче, енді Нұртастың мамасының туған күні соған торттар қарап отыр. Мына жақта торт 900 теңгеден. Каталог қой. 800, 400, 500 короче. Андайлар бөлек. Осындайларды ішіп көрейікше, күйген дүние күйіп кетсін 1000 теңге ма? 2000 теңге ма? Не білем, алар шампанский ма? Вино, пинолар ше. Саған домалақ дейді ғой, мынандай емес пе? Мустим ба? Осындай ғой, салатқа өздері осындай салат ғой. Сұрақ көрейік ше? Оның смысле, это для салата используется? Да, можно. Еще как? Проверяйте деген сен. Тексер. Орысша сөйлемей қою керек пе? Я так и не поеду, походу. Просто вот такие, которые вы взяли, они мягкие, они быстро станут влажными. Бүгін 24 май, бүгін бастауыштар оқу бітіретін күн ғой. Ертең 25 май тура осы момент тоже қыдырып, мектептің ішінде қыдырып, білеміз, істеп жүретініміз дата осы. Директордың кабинетінен қызық көріп. Нұртастың үйінде бүгін қонақтар күтіп отыр. Дінәс көкеміз қонақ келер ма, шеке береді дей ма біздіңе. Соған қонаққа келгеніміз барса. Дінәс көстен банан қараңдар. Көріп тұрсың ба? Қара. Иә. Шашым дұрыс байған жоқпын. Короче, мынандай қылып түсіреді екен, сәл төмен түсіп кеткен жоқ па? Ана компьютер бар екен, ол жоқ айтпайсың ба? Короче, бүгін роддомда бала көп екенбіз, сондықтан даже мынандай ойыншықтармен жүр ғой, ойыншықтар бар, мишкалар сондай бар. Андай тәтті ғана бар, түрлеріне қарасын, жеп қойғың келе ма, бірдеңе ма? Стабилизатор алғанбыз ғой. Өзім қолым үйрене алмай жатыр, ыңғайсыз. 21-дің нойына келдік, мына жақтан. Айым, қайттан айым. Күту, жаным, түрден жақсы көрем сен. Білмеймін, любой музыка. Билейтен музыка қойшы. Қазір мына жердің светін бәрін өшіреміз. Давай. Мына жақта менің өсекші подружкаларым. Бағана өсек соқтырып кеткен. Әлі айтып отырсыңдар ма? Түп емес, андай болып түстендерші. Деп ше, камер есіктен ашам ше. Арнат дейсіңдер, давай кеттік. С днем рождения! Құрттыңдар. Не? Не істейсіңдер? Жұмыстан кейін не істейсіңдер? Үйге барам. Жемшізіне әкеңдер? Жемшізіне ма? Бүгін кешке шыққанбыз ғой, балалармен тері атаяқтап мылтық атайын деп жатқанбыз. Мұхы армиядан келдім, атам қыран бірдеңе деп отыр. Кім достойный шоқты тигізеді, соған ана подарка беремін. Дәл ана подарка бересің ба? Ой, подарка бермеймін тұр үшін. Бесплатно ұра берейін деп тұр, короче. Қалай, тиді ма?
Пустой жатқан ғой. Ана домалаққа тигіземін. Домалақ сары қызыл тұр ғой? Иә. Акварига. Да, душер адный. Бір билет алдық енді, сәл жарысатындай болып. Қарады, билет қана қалай? Жарысайға! Ойда, осы сөйтіп соқсатын еді ғой бұл айтмақшы. Ё-майо! Яно, артқа жүріп атыр ғой? Ё-майо, бас арзақ. Шаға душер адный. Ненан басасың ба сонда? Біля. 1500 теңгені. Сәл ауаға шашқаныңыз кішкене бар. Кешке, короче, бәрінде бірақ болған ғой, короче, кешке дворецке барамыз дейді. Уәлиханның кім бар, кім жоқ, сан көр қайтайық дейді. Палуанда! Осылай кеттік, кайф! Басталдық! Не слышу! Девочки! Нұртас, айта оқын! Сәл айта оқын қызғанатын бар ең, сол жерге құшақтап атқан. Коронный жеріміз бар, осы жер факел дейді. Енді ше, ол жер негіз факел деп айтпаймын өзім ше. Жын төбе деп өзім қойып ағам. Жара, беспредел! Короче, открытый море дейді. Бөлек енді, на жердің атмосферасын айта алмаймын. На жер вообще, көзбен вообще бөлек. На жер таза анау. Мемлекет басқа, шетел. Бар сондай ғой. Көңіл сіргін орда емес. Мына бөлек қой на жер ше, кәдімгідей ай жерге күн болып түсіп тұрған ше. Гимназия 7-ші мектеп бұрында 3-4 класқа келгенбіз, айтор бір жарыстарға. Одан кейін всегда келетін болып кеттік. 25 май өзім мектебім емес, 7-ші мектепке келгенсің. Паталық. Мектептің негізі стройкасы қатты ұнайды өзіме, кайф алды. Көлеңкеде тұрып сондай. Осыдан 2 жыл бұрын 11-ші класста бітіргенім бар. Налевоймен 2-ші класста 18-ші мектепте оқыдым. Ол 3-тен 11-ге дейін 16 мектепте оқыдым. Одан кейін колледж оқыдым. Одан кейін универ оқимын ба. Для себя ғой енді бәрін для себя оқып жатыр қайта бер. Осы өлеңді 5-ші, 6-ші класста музыкада айтатынбыз. Одан кейін 11-ші класста айттық қой. Сәл көзге еріп бергенде жоқ қой маған атаңыз. Қыздар кәдімгі жылай ма десе, кетсек болды екен деп. Бірақ уже бір жылдан өткеннен кейін, сәл уақыт өткеннен кейін бәрі кішкене сағына бастады ғой деймін. Мектеп неге тез бітірдік деп. Пайден әзірге мен қатысым жоқ, мен жай просто для себя Нұртаспен келгем ғой, видео түсіруге. Сол ғана атак. Ё-мо, балжан тұр ғана жоқта. Сразу. Короче, Мухаға жұмыс болуға келдік. Өзі КамАЗ айдай трактор, бір трактор бізді қайда ұшып бірдеңелер теуіріп. Осындамыз, мына жақта КамАЗ трактор бәрі бар. Соған водитель болсам ба дейді өзі. Енді түн сәл көрінбейді, атақ мына жер күн аймен көлге түскені бар. Біз бүгін новый локация болып Таранғалдықтамыз, короче. Бұл жерде түнде емес, күндіз келгенбіз. Колледжге келдік. Кеше экзамен болды, бүгін консультация, енді ертең экзамен, сосын консультация, сосын экзамен. Балалармен түнгі қалғалда отырып. Сәл бастадым жоқ. Еще юрист біз биыл бітіреміз. Бір айдан кейін диплом аламыз еще. Балалар бар да жақта. Твоя мать. Короче, анау жақта бір машина тұр, ДТП болып қапты.
Ол машинаны негізі кафе ойнатып отыр, бір кафе, новыйдан ашылған кафе. Жаным тұрысымен ай. Сәл бір ашитындай болып қалды. Гаи шақырып сөйттік. Қазір біз өзіміз бұл жерде анау жақта бір машинаны тасып жүргенбіз. Осы екі машинаны тасып жүрдік, короче. Движениеге жатпаймыз сәл. Жаттайтынымыз бар, тірлік ету керек. Визитка жасауға келгенбіз, ұмытып кеткенбіз. Самый будет резать, как это? Ножницы, да? Ну да. Ножницы будет. Алекс. Алекс же человека зовут же. Алекс, адам қысып жүрген что? Если 30 штук мы возьмем, а можно мы сами будем ножницы разрезать? А все тогда. 30 штук саламыз, тогда 30 штук, спасибо большое. Бүгін баласа қарындасымыз, класстасымыз кетеді, сол кешке кеткенше жанында жүріп бола тұрайық. Енді көрсетеміз, сол білмейміз. Сол енді бауырларымызды кішкене қиялданып жүр, до конца қиялдансын деп таза қиялданатын жерге әкелдік. Бөлек екен әзір негіз настрой. Сезон осы бұйырса бірінен бастала береді ғой. Почти бір апта қалды, одан кейін бітті. Бүкіл Балқаш осында болады ғой. Құртатымыз бар. Нені тастамаңыз ба? Айтош? Камен ұрса, іште үшінші рет айтып отыр ғой, ұрсанда? Ой, былай ұрасың? Массаж болып тұр маған шығарды. Баласа кет баратыр. Кеше ғана келген сияқты негізі, е? Сол айтам ба? Қимай кет баратқанымыз. Ладно, давай. Давайте, Славухтар. Давайте, достар. Осының блог бітті. Всем от души, всем пока, всех целую, обнял, поднял. Жол жүріп баратсаңыздар, жолдарыңыз болсын.